Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір жасағынан шығатын өте дәмді және де құрамы 3 қана заттан тұратын классикалық бисквит түрін жасаймыз. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқамызды өлшеп аламыз. Жұмыртқа S1 және де S0 категориялы болуы қажет. Жұмыртқамызды жарып алғаннан кейін үстіне 150 грамм қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Егер де сіздерде менікіндей қолдың миксері болатын болса, 20 минут көлемінде миксерлейсіздер. 20 минут тоқтамай сағат тілімен айналдыра отырып миксерлейсіздер. Осылай біртіндеп көтеріле береді. Жиырма минут өткеннен кейін массамызға 150 грамм ұнның жарты бөлігін саламыз. Астан үстіне қаратып, лопаткамен немесе қасықпен араластырыңыздар. Өте көп араластырмаңыздар. Масса мен ұн біріккен кезге дейін араластырсаңыз жетеді. Масса мен ұн араласып болғаннан кейін ұнның екінші бөлігін салып, тағы да осылай қайталаймыз. Ұнды араластырып болғаннан кейін 5 грамм мөлшерінде қопсытқыш қоссаңыздар болады. Оны қоспасаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Сізде осындай масса шығуы қажет. Ыдысымызға салған кезде түбіне пергамент салыңыздар. Алған кезде өздеріңізге ыңғайлы болады. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. 160 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минут пісіріп аламыз. Аз болсын. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер.